Қайырлы күн, қымбатты оқушылар. Өздеріңмен өзін-өзі тану сабағында кездескеніме қуаныштымын. Біздің бүгінгі өзін-өзі тану сабағының тақырыбы адал және ақкөңіл болу. Біз бүгінгі сабағымызда адалдық пен әділдік туралы білеміз. Олардың құндылық ретінде мәнін ұғынатын болады екенбіз. Қазір бізде тыныштық сәті кезеңі. Бәрің көздеріңді жұмып, денелеріңді бос ұстаңдар. Бірнеше секундтан кейін теңіз жағасына саяхатқа шығамыз. Теңіз жағасымен келе жатқаныңды елестет. Толқындардың жеңіл дыбысына, шағалалардың шуылына құлақ тұр. Жалаң аяқтарымен құмды сезін. Шалғайдан қара нүкте көріп тұрсың. Ол жақындаған кезде дельфин екенін түсіндің. Дельфиннің арқасына жайланып отырып, өзіңді қауіпсіз сезін. Су астында жүзу қандай керемет. Жан-жағына қара. Мұнда кемпір қосақ тәрізді әрлі-бері қалқыған әсем балықтар қаншама. Теңіз түбіне бойлаған сайын айнала қалайша өзгереді. Суда тербелген қаншама ғажайып балдырлар. Қарашы, қандай орасан зор әдемі балықтар. Су асты неткен қызықты әрі ғажап әлем. Ал қазір жоғарыға өз әлемімізге кері қайтуға дайындал. Айналаға жақсылап қара. Ғажап түстерге тағы да бір рет қара. Және тыныштыққа құлақ тұр. Осындай тыныштық самалдай әсер береді. Енді дельфин кері қарай жолға шықты. Сен су бетіне шықтың. Жағаға жақындадың. Дельфиннің арқасынан түсіп, оны сипа. Және осындай ғажап саяхатқа барған үшін ризашылық білдір. Бірнеше секундтан соң көздеріңді ашып, түйсінген тыныштықты өз бойларында сақтауға тырысыңдар. Қымбатты оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыздың дәйек сөзіне назар аударыңдар. Берілген дәйек сөзді барлығымыз бірге оқып көрейік. Адалдық жүрген жерде адамдық жүреді. Осы дәйек сөздің мағынасын қалай түсіндіңдер? Жарайсыңдар, өте жақсы. Олай болса, осы адалдық тақырыбы туралы ақпарат алып көрейік. Адалдық адам бойындағы таза ниет, ар-ұятқа сәйкес келетін әрекеттер, борышына жауапкершілікпен қарау екен. Ал ақкөңілдік дегеніміз бұл адам бойындағы жақсы қасиеттердің бірі. Ақкөңіл адам өзінің жетістігіне де, өзгенің жетістігіне де бірдей қуана біледі екен. Енді экранға назар аударып, адам бойындағы адалдық қасиеттері қандай жиынтығы бар екен, тағы да бір назар аударып көрейік. Адал адам шыншыл болады. Және әділ болады екен. Және ар-ұяты болады адал адам. Адалдық деген сонымен қатар сенім және таза ниет, таза ой. Сонымен қатар адалдық дегеніміз ол жауапкершілік екен. Балалар, бүгін мен сендерге мұғалім сыйы ретінде ертек алып келдім. Бұл ертегі адал бала деп аталады. Барлығымыз бірдей экранға назар аударып, осы ертегіні тамашалап көрейік. Заманда Күйік деген шаһарда бір етікші болыпты. Оның жарлы көршісінің Абзал есімді баласы бар екен. Ол бала өз бетінше талаптанып шаһар медресесіндегі ұстаздан дәріс алып тұрады екен. Ненің арам, ненің адал екенін әбден үйреніп алады. Бірінің де айтқанынан шықпайтын тіл алғыш, адал, көркем мінезді ұл болып өседі. Бұл бейшара өз нәпақасын өз тауып ата-анасына көмектессін деген ойымен оны қасына көмекші етіп алады. Ерінбей жалықпай етікшіліктің бар қыр-сырын үйретеді. Бала бір күні етікшінің етік жамағанда үнемі жібін түймейтіндігін байқап қалыпты. Аң-таң болған Абзал етікші ұстазынан мұның мәнісін сұрайды. Сонда ол: «Қарағым, етік жамағанда жіпті түймесем, ол етік көп ұзамай қайта жыртылады. Сөйтіп оның егесі оны жаматуға қайта әкелмей ме? Сөйтіп маған жұмыс, бала-шағама нан табылады», деп.
Сонда Абзал медреседен алған ізгілік сабақтарын есіне түсіріп үлгереді. Ағатай, бұл күнә ғой. Адам кәсібіне адал болуы керек емес пе? Етікші бұл сөзге аса құлақ аспай, адалдық адамға нан болмайды ғой, деп. Балалар, ертегіні бәріміз бірге тамашаладық. Осы ертегіден қандай ой түйдіңдер? Баланың бойынан қандай құндылықтар мен қасиеттерді байқадыңдар? Келесі сіздерге сұрақ, адал адам дегенді қалай түсіндіңдер? Жарайсыңдар балалар, жауаптарға ризамын, керемет. Балалар, экранға назар аударып көріңдер. Мына экрандағы сөрелерді сендер қайдан кездестірдіңдер? Дұрыс айтасыңдар, бұл мектебіміздің бірінші қабатында орналасқан адалдық дүкен екен. Яғни балалар, біз мектеп табалдырығында жүріп, сатушысыз дүкен арқылы өзіміз адал болуға, шынайы болуға үйренуде екенбіз. Міне адалдық дүкенінен көріністер сіздерге. Сабағымыздың келесі кезеңі шығармашылық жұмыс. Алдарында берілген шығармашылық жұмыс, яғни сәйкестендіру тапсырмасы. Адам бойындағы қасиеттерді дұрыс жауаппен сәйкестендіріп көріңдер. Тексеріп көрейік балалар. Адам бойындағы асыл қасиет бұл адалдық. Ішкі рухани адамгершілік қасиет сенім екен. Адамгершілік қағидаларының бірі шыншылдық. Жарайсыңдар балалар, тапсырманы өте жоғары деңгейде орындадыңдар. Келесі кезеңде балалар, экранға назар аударып, өзіміз адалдық және ақкөңілділік ережелерін құрастырып көрейік, және осы ережелерді үнемі есте сақтауға тырысыңдар. Яғни балалар, әрқашанда сөзің мен ісіңе адал бол. Қарапайым бол. Парызыңды ұмытпа. Тәртіпті бол. Ойың, ниетің жақсы болсын. Осы адалдық қағидаларын, адалдық ережелерін әрқашан есте сақтауға тырысайық. Балалар, келесі біздің сабағымыздың кезеңі жүректен жүрекке, яғни өзіміздің адал жүрегіміз бен аппақ тілегімізді бір-бірімізге осы жүректер арқылы ұсынайық.